Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен цезарь салатының рецептімен бөлісемін. Бұл рецептте қолжетімді түрде жасадым. Себебі соустың орнына арнайы майонез қолдандым. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, жанындағы қоңыраушаны басыңыз. Ең алдымен пекин капустасының қатты жерін алып тастап, жұмсақ жерін 4 бұрыш етіп турап аламыз. Содан кейін піскен тауықтың етін 4 бұрыш етіп тураймыз. Мен черри қызанағын қолдандым, сіздер өз қалауларыңызша басқа қызанақ қолдансаңыздар болады. Черри қызанағын ортасынан бөліп тураймыз. Ірімшікті 4 бұрыш етіп тураймыз. Қайнатылған жұмыртқаны да 4 бұрыш етіп тураймыз. Тұздалған қиярды 4 бұрыш етіп тураймыз. Мен қара батон нан қолдандым, сіздер кептірілген басқа нан қолдансаңыздар болады. Қара батон нан 4 бұрыш етіп турап алып, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Үстіне тұз, бұрыш, паприка қосып аламыз. Барлығын араластырып, майонез, тұз қосып араластырамыз. Біздің салатымыз дайын. Өте дәмді болады. Дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Ардақ.